Ну что ж, бойцы готовы, рефери готов, и со звуком сирены мы начинаем первый раунд второго боя. Осылайша алғашқы раунд басталды. Исказиев және Бакиров. Шындығында бұл екі жауынгердің кәсіпқой деңгейдегі рекорды, барлық физикалық мүмкіндіктері. Жесткий лоу-кик от Данияра. Мирбек переводит. Тейкдаун бар қазір. Меніңше Даниярды қауіпті көрген сияқты. Исказиев енді қарсыласының үстіне осылай жайғасып алғаннан кейін мына позицияда қандай басымдыққа ие болмақ. Ұмыс жасап көреді. Мирбек пытается улучшить позицию. Сейчас находится в хавгарде, пытается обойти ногу. И в целом у него это получается. Вот он в боковом контроле. Забирает спину достаточно быстро. Хорошие грэпплерские навыки. Осылайша Исказиев қарсыласының арқа тұсына шыға келді. Еш қиындықсыз жауапсыз соққылар. Данияр Бакиров қорғануға мәжбүр. Бірақ соққылардың бір шамасын өткізіп алды. Забирает шею Мирбек. Я думаю, что это очень Бакиров! близкий момент к концу. Накидывает удары. Продолжает душить. Плотный захват. Данияр пытается снимать руки. Мирбек Исказиев бірден өзінің жеңіске деген осындай жоғарғы ынтасының бар екендігін көрсетті. Тағы да ұмтылыс. Әзірге Бакиров қарсыласының қолын жіберетін емес. Тағы бір мүмкіндікпен осылайша түйіндеп көреді. Жесткий захват. Очень близко к концу это противостояние, но нет, Данияр смог пережить этот момент. И вот насколько неуверенно Мирбек начал свой бой в стойке, и насколько уверенно он чувствует себя уже внизу, в борьбе. Бакиров осындай қысылтаяңнан шығатын жолды іздеуде. Ой, жесткий локоть от Мирбека. Тура жағынан бір соққы, құлақ тұстан тағы бір соққы. Енді бұл соққыларды жауапсыз қалдыруға болмайды. Қазір Исказиев. Пятая попытка от Мирбека задушить Данияра, но опять же пятая попытка не увенчалась успехом. И вот практически Данияр встал в стойку, попытался выйти на ногу, нет, не получилось. Енді Данияр Бакиров қарсыласының аяғына шабуыл жасап көруде. Осы арқылы бәлкім ауырту тәсілдің бір жолын іздейді. Бірақ мінекей қараңыздар, Исказиев ес шүйдіріп жатқан жоқ қарсыласқа. Пытается затащить на болевой на ногу все еще Данияр, но есть ощущение, что Мирбек просто себя намного комфортнее чувствует в партере, понимает, как бороться. А все-таки сфера Бакирова это стойка. И вот сейчас высаживается в маунт. Исказиевтің күресі өте жоғарғы деңгейде. Енді партердегі белсенділігі 10 деген ұпаймен есептесек, енді кем дегенде 8 балға лайықты. Шабуыл толқан бал бар еді. Ой-ой-ой, жесткий локоть. Еще один жесткий локоть. Еще один. Ой-ой-ой, жесткие удары. Қорғану керек. Тек қана басты көтеріп қойып, жанкүйер үшін жұмыс істеуге болмайды. Жауапсыз соққылар. Как у Данияра получается перетерпеть все эти удары? Төреші араласады ма? Жоқ. Міне алқымдалды енді. Еще одна попытка. Қылқындырмасы қаншалықты? Жоқ. Бакиров. Не деген төзімділік мынау? С какой легкостью у Мирбека получается в очередной раз выйти на удушающий, и с какой простотой у Данияра получается как-то все пережить. Просто бетонная голова у Данияра Бакирова столько урона принимает и не хочет сдаваться. Исказиев шылтақпен шабуылдан және жекпе-жек аяқталуда. Поздравляем Мирбека с уверенной победой. Данияр недоволен, видно, но... Енді төреші көріп тұр барлығын. Сондықтан... Вот оно, смотри. Ой, было очень близко. Я думал, что все-таки будет сальто в стиле Джастина Гейджа. Енді бұл Исказиевтің кәсіпқой деңгейдегі екінші айқасы әзірге осындай артқа айналатын әдістері үйренер. Ал енді Данияр Бакиров өзінің қателігі қайда жатқандығын терең түсініп тұрған сыңайлы, өйткені партерде ешқандай қарсылық көрсете алмады. Да, я думаю, вы сами слышите, как публика встречает Мирбека Исказиева. Классное выступление, вторая победа в его профессиональном рекорде. Представляет он Тимиртау, Казахстан. Очень крутое выступление для молодого 20-летнего парня. Я думаю, что матчмейкер лиги Найза
Жандарбек Кисимов обратит на него внимание. Я бы хотел увидеть его еще в нашей клетке. Иә, сөзсіз біз талантты осындай жауынгерлерді найза лигасынан жиі көргіміз Dear келеді. ladies and gentlemen, referee Manaf Kapdi hold this in 3 minutes 44 seconds of round number 1. Winner by TKO, fighter of the red corner.